осылай беріледі негізі. Біз енді мына жерге не үшін келіп тұрмыз? Мына пайғамбарымыз жайында Алла тағала қасиетті Құран кәрімде «Вәлә тәжжар инда расулиллах ла тсалта алейкум инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям» деген аят бар Құранда. Пайғамбардың қасында дауыстарыңды ешқашан көтермеңдер деген аят бар Құранда. Мына жаққа келіп баршамыз айғайлап сәлем беруге болмайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кім маған келіп сәлем беретін болса, мен тірі күнімдегідей қабыл етемін деп айтты. Және маған зиярат қылған адамдарға мен шапағатым етеді деген хадис бар еді. Осы хадистерге біз сүйене отырып, дәл осы жерге біз сәлем береміз. Ал енді ішке кіріп жақындап беретін болсақ, негізі ол жерге топтап тұрғанға жалпы полицейлерді көріп жатсыздар, олар тұрғызбайды. Қажылар бұларға тұруға болмайды деп бәріміз жан-жаққа таратып жіберді. Содан кейін сәлем де берілмей қалады, ешнәрсе берілмей қалады. Сондықтан тәртіп бойынша жалпы біздің өзі бұрыннан келе жатқан жеріміз пайғамбарымыздың тура тұсына келіп, жасыл күмбездің астында пайғамбарымыздың жатқан жері. Осы тура тұсына келіп аламыз да топпен, осылай группамен «Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах, ассалату вассаламу я Набияллах» деп жанасып сәлем береміз. Иншалла біздің сәлемімізді пайғамбарымыз міндетті түрде қабыл алады. Өйткені пайғамбарымыздың имам Бұхарида сахих хадисінде солай айтқан. Мен сәлемдерді қабыл алам деп айтқан. Сондықтан сәлемдеріңізді бұл тәртіп бір жағынан. Пайғамбарымызға деген құрмет. Пайғамбарымыздың алдында деген осындай қатты айғайламай, үндемей тұрып, осылай сәлем беру негізі өте үлкен бір әдептерге жатады. Алла тағала сәлемдеріңізді қабыл етсін. Я аяқта көп тұрып қалдыңыздар. Енді біз ертеңнен бастап осы пайғамбарымыздың жаңағы мешіті, пайғамбарымыздың раудаты жатқан жері, іші бар, сырты, осы маңайдағы барша тарихи жермен таңертең танысып, сол жерлерге қасына барып, сіздерге көрсетіп, шағын келгенше тарихын кеңірек түсіндіретін боламын. Қазір шаршап тұрсыздар, қазір программамызда тек қана сәлем беру ең бірінші. Мәдина қаласына келген бір адам пайғамбарымызға дәл осылай сәлем беру керек. Одан кейін барып арғы жұмыстарын жасау керек. Тәртіп болсын. Ойлап көріңіздер. Алла тағаланың 18 мың әлемнің жаратылуына себепкер болған пайғамбар осында жатыр. Бүкіл пайғамбарлардан дәрежесі жоғары пайғамбар осында жатыр. Біздің жаратылуымызға себепкер болған пайғамбарымыздың рухын Алла тағала ең алғаш жаратқан. Сол рухын жаратып барып, соған қарай 18 мың әлем жаратқан екен. Сол себепті қасиетті пайғамбарымызға келген кезде дәл осылай сәлем береміз. Қазір бұлай істейміз, екіге бөлінеміз. Қараңыздар, біздің қонақ үйіміз мына Раудаға мешітке өте жақын. Жаңа шықтыңыздар, келе салдыңыздар. Ана бұрыштағы 364 жесіп деймін. Сол жерден шығасыздар да, сразу кіресіздер. Қазір шыққан кезде адасқа барып беріп жүрмей қойыңыздар. Бұл Мекке сияқты жер емес, тез табыласыздар. Әйел адамдар, былай қараңыздар. Мына мешіттің, көл мешіт бұл. Мына жақ беті 32-34 есіктер, бұл тек әйел адамдарға арналған жақтар. Әйел адамдар әрқашан сіздер, апалар қараңыздар. Қонақ үйден шығасыздар да тура прямой өтесіздер, сол жаққа барасыздар, кіресіздер, намаздарыңызды оқи бересіздер. Мына жақтары сырты, мына жақ бәрі ер адамдарға арналған жақтары. Мына пайғамбарымыз мешітінде ер мен әйел бір жерде намаз оқымайды. Меккедегі сияқты емес, екеуі бөлек-бөлек оқиды. Сол себепті 32-ші есіктен жаттап алыңыздар. Содан шығып тура жүрген кезде біздің қонақ үйге келесіздер. Еш адаспайсыздар, жақсы. Ондай болса, біз былай істейік. Қазір әйел адамдарды